Сіздерге дағы да болса жолдың бойындағы унааларды тартылаймыз. Каналда лаңысталай тұрыңыздар. Біз дағы да болса тартылаймыз. Біздің бірінші уна бұл Subaru Legacy'ni тартылаймыз. Өте жасалған, өте гонкаға даяр болған уна екен. Жолдың бойында тұрады. На, тарап қарап тұрсаңыздар. Жолдың бойында тұрады. Қызыққандар болса, азыр сіздерге толығырақ мағлұмат алып береміз. 2003 жылы шығарылған объем 2 турбосы бар. Реалный клиент болса, сөйлесеңіз де жазып қойып тұр. Үстінде люк тағы бар. Қызыққандар болса, көріңіздер. Сонun, божасының да сонun. Что, окончательно сколько просит? 4 как 4. окончательно. Окончательно цена. Урматтуу достор, бұл мына окончательный басы жазылған бар екен. $4000 сұрап тұр. Болар басы 4000 екен. Егер реальный клиент болса түшіп беріші мүмкін, чалып сөйлесіп көріңіздер. Honda Odyssey қара түстегі 2001 жылы шығарылған объем 3 екен. Объем 3. Ал біз бұл жерде номерін жазып қойғанбыз. $700 сұрап тұр. Sizden de kojunu salam. Hurmatlı dostlar, бұл Odyssey $2500 болады екен. Болар басы. Негізі 2.7 сұрап тұр, бірақ $2500 береді екен. Реальный клиент болсаңыздар, чалып сөйлесіп көріңіздер. Біз кейінгі унаны көрсетеміз. Бұл жерде Honda Accord'ның тәрневасын көрсетеміз. Коробкасы сир деп жазып тұр. 99 жылы шығарылған объем 2 $3800 сұрап. Қызыққандар болса, телефон нөмірін жазамыз. Бұл жерде Subaru Impreza 5 турбина тұрады. Объем 1.5 2003 жылы шығарылған. Басы $3500 сұрап тұр. Қызыққандар болса, номерін көрсетеміз. Hurmatlı dostlar, bizim kameramız biraz кейде ушундай тунуксуздук көрсөтүп калды, ошондой болсо дагы туура түшүнүп көрүп коюңуздар. Бул жерде кызыл түстөгү Matiz'ı көрсөтөбүз. Matiz 2 2002 жылы чыгарылган, объем 8 120 000 сом суралыптыр. Коробкасы жакшы, идеал деп жазыптыр. Мотор коробкасы автомат экен. Сиздерге эске сала кетели. 230 000 километр жүрүптүр. Subaru Outback'ti көрсөтөбүз. 2004 жылы чыгарылган, объем 2.5. Коробкасы автомат. 12-13 расход деп жазып тур. Басы $4900. Кызыккандар болсо, азыр биз көрсөтөбүз. Пробеги 193 000 км жүрүп тур. Бұл жерде көк түстөгү Toyota East'ти көрсөтөбүз. Жылы 2002 жылы чыгарылган, объем 1.5. Басы $4200 сурап тур.
$4200. Бұл жерде қара түстегі Subaru Forester'ді көрсетеміз. Жылы 2000 жылы шығарылған 2 объем турбо. $3500 сұралып тұр. Honda Odyssey 2000 жылы шығарылған объем 2.3 $3800. 11-12 расход деп жазып тұр. Урматтуу достор, бұл жерде болса Россиядан келген. Өте таңқалыштуу жаңы мыналардың бірөөсү десек жаңылышпайбыз. Бұл Renault Logan деген мына екен. Пробеги 160 000 км жүріп тұр. 2013 жылы шығарылған, коробкасы механика, 5-6 расход деп жазып тұр. Объемы 1.4, без вложения, басы $3800. Артынан көрініші ұшында Mazda 2002 жылы шығарылған, объем 2.6, коробкасы автомат, $3600 сұрап тұр. Қызыққандар болса чалып сөйлесіп көріңіздер. Жолдың бойында бір арзан кет тұрады, басы $3700 екен. 2001 жылы шығарылған, объем 1.3. Номерді қойсын, номерді. 0700 68 77 56 ким алса ошол номерге чалгыла сүйлөшөбүз. Акырын айтып қойсаңыз, дагы бір жолы. Акырыныраак. 0707 68 77 56. Станцияга чакырдыңбы? Жок. Audi A6 универсалды көрсөтөбүз. 2002 жылы чыгарылган, объем 2.4. Абалы жакшы деп жазып тұр. $3900, механика 10-12 расход кылат деп жазып тұр. Audиге кызыккандар болсо көрүңүздөр. Бул жерде Mazda Demio'nu көрсөтөбүз. Mazda Demio 2003 жылы чыгарылган, объем 1.3. Bası $3400 сұралып тұр. Қызыққандар болса чалып сөйлесіп көріңіздер. Бұл жерде дағы бір жолдың бойында таза лупарик тұрады. 2000 жылы шығарылған. Объем 2.6. $5400 сұралып тұр. Үстінде люк бар. Состояниясы жақсы. Темно, фиолетовый висит екен. Бұл жағын қарасаңыздар. Красавчик Мерседес екен, да? Бұл жерде болса дағы жолдың бойында левый руль, Honda Civic тұрады. Пробеги 186 000 км жүрген, коробкасы механика, объем 1.3, 5-6 расход кылат деп жазып тұр. 2004 жылы шығарылған, басы $3900. жылы шығарылған Mercedes E22 деген көрсөтөбүз. Үстүндө люк тагы бар екен. Басы $200 000 сұрап тұр.
Абалы меніңше жақсы. Бұл жағынан да кетеміз. Романтик достар, біз ақырқы ұнаны көрсетеміз сіздерге. Каналдан ағысталай ақырқы ұнаны көріп қойыңыздар. Бұл Honda Stream 2002 жылы шығарылған объем 2. Басы, болар басы $3200 екен. Қызыққандар болса, чалып сөйлесіп көріңіздер. Башқа ұнағыдағы вариант бар екен. Салон жақтарынан бақытын. Қаншада атасың? Окончательно 3 ayki. Машинаны достар, біз кейін чалғыштардан сіздерге тартылаймыз. Қазір жолда жолдың бойында уналар көп. Шынында осыдан сіздерге тартылаймыз. Бұл жақта да көп уналар тұрады. Каналға лайк салыңыздар. Біз сіздерге барын көрсетеміз.